Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, Адам Яға дейін ерекше рецепттер каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте оңай жасалатын, өте дәмді шығатын, қысты күні кез келген тамаққа ұсынатын, сүйсініп жейтін сондай аджиканы жасаудың жолымен бөлісетін боламын. Құрметті достар, құрметті көрермендер, сіздерге бір ғана өтінішім болып тұр. Егер осы уақытқа дейін арнама тіркелмеген болсаңыз, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып, қазақ тіліндегі арналардың дамуына өз үлесіңізді қосып жіберуіңізді сұраймын. Және видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе кетуді ұмытпаңыздар. Жасалу жолы оп-оңай, өте дәмді шығады, өте ащы шығады. Егер ащы аджиканы ұнататын болсаңыз, ащы приправаны дәл осы аджиканы жасап алуға кеңес беремін. Ал енді аджиканы жасауға қажетті ингредиенттердің барлығын төменде описанияда жаза кетемін. Қажетті көкөністеріміздің барлығын алдын ала жуып тазалап, турап ет тартқыштан дәл осылай өткізіп аламыз. Бізде басты қажетті көкөнісіміз помидор, одан кейін қызыл бұрыш және де мінекей ащы полгорки дейді ғой, ащы жасыл қызыл бұрыштан және сарымсақ, ащы бұрыш, острый перец, кинза және укропты қолданатын боламыз. Енді үлкен қазанымызды алдық. Бізде 30 литр қазан, міне видеода кішкентай болып көрінгенмен 30 литр қазан. Қазанымыз қызғаннан кейін ішіне май құйып, одан кейін қатты қыздыратын боламыз. Мінекей қатты қыздырылған майымызға біртіндеп бір шөміштен осылай салып шығамыз помидорымызды. Өйткені бірден лақ еткізіп салып жіберуге болмайды. Себебі мен үнемі айтып отырам, қауіпсіздік ережесін сақтаған жөн. Яғни бірден салған кезде май қатты шашырап, қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Сондықтан абай болыңыздар. Енді 10-15 минут қайнаған қызанақтың үстіне ет тартқыштан өткізілген қызыл тәтті болгар бұрышын және де мінекей полугорки дейді ғой, жартылай ащы жасыл және қызыл бұрыштың араласқан қоспасын салдық. Өте бәсеңдетілген отта 15-20 минуттай қайнататын боламыз. Қоспаларымыз қайнап жатқанша біз енді көкшөбімізді майдалап осылай шинковать етіп турап дайындап қоямыз. Біз көкшөптің орнына кинза мен укропты алдық. Егер сіздерде укроп ұнатпайтын болсаңыздар, қосу міндетті түрде емес. Мінекей кинзамен мен укропты майдалап турап алдым. Мінекей ащы бұрыш, острый перец және де сарымсақпен хреннің қоспасы. Хреннен 300 граммды қостым, оны да ет тартқыштан өткізіп жібердім сарымсақпен бірге. Сондықтан айтуды бағана ұмытып кетіппін. Ал енді хреннің өзі ащы бұрыштың дәміндей өте ащы дәм береді. Енді қазір біз қосып жатырмыз мінекей қантымызды, одан кейін тұзымызды. Қантты да 300 граммдай саламыз, ал тұзды өздеріңіздің қалауларыңызға қарай дәмін татып отырып қосасыздар. Мінекей банкамызды 1 литрлік 700 граммдық майда банкаларға жапқаннан кейін 180 градус алдын ала қыздырылған пеште 10 минуттай стерилдеп аламыз. Мінекей қазанымызда қызанағымыз және де бұрыштарымыздың қоспасы дәл осылай 20 минуттай қайнады. Алдымен қызанақты 10 минуттай, одан кейін бұрышты салғаннан кейін 20 минуттай қайнаттық. Енді бәсеңдетілген отта қайнап жатыр. Үстіне апарып жаңағы көкшөбімізді, сарымсақ пен хреннің қоспасын, мінекей өте ащы горький перец дейді, ащы бұрышымызды қосып, жақсылап араластырып қайнататын боламыз. Қатты қайнап кетсе, астын бәсейтіп, өте бәсеңдетілген отта мінекей тағы да 15 минуттай қайнатамыз. Енді 10 минуттай жаңағы банкаларымызда дайын болды, мінекей стерилденіп, ыстық күйінде қазір дайын болған ыстық аджикамызды басып тастаймыз. Мінекей аджикамыз дайын болды. Енді бірден жаңағыдай біртіндеп осылай шөмішпен басқа табаққа аударып құйып аламыз. Себебі мен үнемі айтып отырамын, егер де жаңағы бірден банкаларға осы қайнап жатқан күйінен құятын болсақ, қоюлығы әртүрлі болып қалуы мүмкін. Одан кейін ең соңғы түп жағы қазан ошақта дайындайтын болсаңыз жабысып қалуы мүмкін. Енді мінекей жан-жағына шашырамау үшін арнайы банкаға арналған воронканың көмегімен мінекей бір келке етіп құйып шығамыз. Яғни банкаларға құйған кезде осы қоюлығының бірдей біркелкі болғандығын қадағалаған жөн. Ал енді бұл жолы аджикамыз сұйықтау болды, себебі өзіміздің қалауымыз бойынша дәл осылай қайнаттық.
енді аджикаларыңыз қою болсын десеңіздер, онда сәл тағы да 10-15 минуттай жақсылап араластырып қайнатсаңыздар, аджикаларыңыз қою шығады. Кейде аджика, икра қайнатқан кезде бірден 30-40 минуттың ішінде қоюланып кетеді, қою болып шығады. Неліктен? Себебі қосқан помидорымыздың қоюлығына байланысты. Кейде мысалы помидор сұйық болатын болса, онда осындай сұйықтау болып шығып жатады. Ал енді крышкаларымызды стерилдеп 7 минуттай сахарлатып қайнатып алдық. Енді кішкентай қазанға кішкене ғана май құямыз. Неліктен? Себебі осындай дайын болған мінекей аджикамыздың бетіне 1-2 ас қасықтан құйып шығу үшін. Менде алдында видеоларда көрсеткен болатынмын. Мен үнемі лечо, икра, приправа, аджика басқан кезде осылай міндетті түрде 1-2 ас қасықтан күнбағыс майын қатты қайнатып алып құйып шығамын. Осыған ұқсас қызылшадан икра, лечо, приправа жасаудың видеоларының ссылкаларын қалдыра кетемін. Сол жерде нақты мен айтып өткен болатынмын, сондықтан сол видеоларды қарап шықсаңыздар болады. Ал енді крышкаларымызды мінекей тағы да бір стерилдеп шығамыз. Кәдімгі уксусты ватный дискке мінекей тамызып алып, крышкалардың мен үнемі осылай бір сүртіп шығам ішкі жағынан. Сақтықта қорлық жоқ демекші, бұл да стерилдеудің бір түрі болып табылады. Яғни бұл әдісті мен тәттілерге қолданбаймын. Варенье, компот жапқанда тек қана маринад, мысалы қияр, помидор басқан кезде немесе икра, аджика міндетті түрде, лечо басқан кезінде міндетті түрде дәл осы әдісті қолданамын. Бұл әдісті қолданғаныма 30-35 жылдан астам уақыт өтті. Кезінде, жас кезінде, бала күнімде маринадты басып үйренген кезімде осы көрген әдісімді, жаңа үйренгенімді дәл әлі күнге дейін қайталап келе жатырмын. Банкаларым атылып көрген жоқ. Ал енді бүгін мінекей бұрандалы банкаларға басып шықтым. Енді бұрандалы банкаларға автоматты түрде болсын, жаңағы закрутка, полуавтоматпен жапсаңыздар да үнемі жапқан банкаларыңызды осылай төңкеріп, банкаларымызды ары-бері аудартып, мұқият жабылған, жабылмағандығын тексерген жөн. Яғни міндетті түрде осылай тексеріп шығуды ұмытпаңыздар. Ал енді мінекей дәл осындай ара қашықтықта банкаларымызды қойып шықтық. Одан кейін жылы көрпешемен үстіне жауып, банка өзі суығанша 1-2 тәулікте тұру керек. Одан кейін қоймаларға апарып қоя берсеңіздер болады. Құрметті көрермендер, видео пайдалы болса, видеодан пайдалы ақпарат алған болсаңыз, лайк басып, қоңырауша батырмасын баса кетуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, әрдайым жауап беруге дайынмын. Ал енді бүгін мінекей жасап шыққан аджикамыздың дәмін бірге көретін боламыз. Қазір көремін. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Қазір дәмін көреміз. Енді бұл жерде өте ащы, және де сіздер мысалы қысты күні кез келген ыстық тамаққа ұсына аласыздар. Одан кейін мысалы нанға, икра ретінде егер ащы жақсы көретін болсаңыздар, нанға жағып жей берсеңіздер де болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған мен Марал Есенова. Ал енді 10 күн өтті. 10 күннен кейін қазір жапқан аджикамызға дегустация жасағалы жатырмыз. Иісі енді бұрқырап тұр, дәмді иісі. Дәмін қазір көреміз. Бүгінгі кешкі асқа дайындаған ыстық тағамыз пловқа ұсынатын боламыз. Себебі қыздарым ащыны жақсы көреді. Дәмін өзім көріп шықтым. Өте дәмді, енді өте ащы. Бастысы жасалу жолы оп-оңай әрі тез дайындалады. Ал енді құрметті көрермендер, видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге көптен көп рахмет. Видео пайдалы болса, ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын баса кетуді ұмытпаңыздар. Кездескенше сау саламат болыңыздар.